Мен Алмабек Айару, Азамат қызы, номері 45-ші мектеп гимназиясының 4-ші А сынып оқушысымын. Мен жанында жүр жақсы адам атты тақырыбында әкемнен сұхбат алайын деп жатырмын. Мен әкемді үлгі тұтамын және мақтан етемін. Кеттік. Сәлеметсіз бе? Сәлем, Айару. Мен жас журналист ретінде сізден сұхбаттасам бола ма? Әрине болады, келе жатыр. Бірінші сұрағым, сіз жұмыс істейтін жер қалай аталады және немен айналысасыз? Біз жұмыс істейтін мекеме Қазақстан темір жолы ұлттық акционерлік қоғамының Педентранссервис терминалы жүк тиеумен және жүк артумен айналысады. Бұл салада сіз қандай қызмет атқарасыз? Мен бұл салада жүк ауданының басшысының жүк терминалына келген вагондардың, контейнердің түсіруін және артылуын жұмыста орында қамтамасыз етуіне басшылық қызмет атқарамын. Сіздің ұжымыңызда қанша адам бар? Біздің ұжымда кеңсе қызметкерлері мен жүкшілерді қосқанда 50 қызметкеріміз бар. Сіздің таңдаған салаңыз өзіңізге ұнайды ма? Менің таңдаған мамандығым өзіме өте ұнайды, өйткені мен темір жол саласын жақсы көріп таңдағам. Менің атам темір жолшы болған, әкем темір жолшы болған. Солардың ізін қуып, мен де темір жолшы болуды армандап, осы саланы таңдап орналастым. Бесінші сұрағым, бұл атқарылып жатқан жұмысыңызда халыққа қандай пайда тигізесіз? Біздің жұмыс істеп жатқан компаниямыздың Шымкент қаласына қосып жатқан үлесі өте зор. Бүкіл қаладағы кәсіпкерлердің барлығының тауарлары, Қытайдан келетін, Ресейден келетін тауарлардың барлығы біздің жүк терминалынан түседі. Біз соларды уақытында вагоннан түсіріп, өздерінің машиналарына артып беріп, қоймаларына апарып жеткізуіне қызмет көрсетеміз. Сіздің жұмыс атқаратын жеріңізді кішкене көрсем бола ма? Әрине болады, біздің терминал стратегиялық аймақ. Сол үшін кішкентай балалардың ол жаққа барып келуіне болмайды. Біз оны тек қана видеообзормен, роликпен көрсек болады. Ал роликті тамашалауға болады. Әке, мен сіздің жұмыс орныңызды танып білдім. Сұхбат екеумізге де ұнады деген ойдамын. Әрине, Айару, маған да сенімен сұхбаттасқан ұнады. Енді сұхбатты қорытындылай келсем, әр адам өзінің жұмысына сүйіспеншілік пен жауапкершілікті танытса, біз үлкен жетістіктерге жетемін деген ойдамыз. Сіздермен болған жас журналист Алмабек Айару, қош сау болыңыздар, ендігі кездескенше.